Сәлем достар, бүгін сіздермен шпротпен жасалатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Бізге керек картошка пай, пияз, тұздалған қияр, шпрот және майонез. Бірінші қабатқа шпротымызды саламыз, шаншқымен еземіз, майын алып тастаған жөн. Пиязымызды 4 бұрышты етіп майдалап тураймыз. Шпроттың үстінен туралған пиязымызды саламыз, жұқа слой майонез жағамыз. Тұздалған қиярымызды ұзынша етіп майдалап тураймыз. Пиязымыздың үстінен тұздалған қиярымызды саламыз, үстінен майонез жағамыз. Соңғы слойға картошка пайды саламыз. Мен картошка пайды өзім жасадым. Майдалап теркадан өткізіп алып, оны қуырып алдым. Пайдың үстінен майонез жағамыз. Мен осылай клетка тәріздес қылып қойдым. Бірақ сіздер вилкамен түзулетіп шықсаңыздар да болады. Міне біздің өзгеше дәмді салатымыз дайын болды. Мен кішкентай кезімнен бастап білем бұл салатты. Дәмі енді өзгеше жасап көріңіздер. Лайк, подписки ұмытпаңыздар, рахмет.